өз маман психология мен қарым-қатынас дағдыларының қиылысында атты семинарымызға. Бұл семинардың күн тәртібінде екі авторлық бағдарлама қорғалады, таратылады. Бірінші, 9 сыныптарға кәсіптік бағдар беру. Авторлары Раушан Талғатовна және Шауқан Тілеулесовна. Екінші бағдарлама авторлық тақырыбы сыныптағы оқушылар арасында жағымды психологиялық климат қалыптастыру. Авторлық бағдарламаның авторы Жақыпбекова Сәлия Нығметовна. Ал сәттілік әріптестер бәріңізге. Бастай береге. Құрметті әріптестер, жаңа Шауқан Тілеулесов айтып кетті ғой, енді осындай бір семинар өткізіп жатырмыз дегенді, жаңағы бағдарламаның тақырыптарын барлығын айтып кетті. Енді сол бағдарлама бойынша осы 9 сыныптарға кәсіптік бағдар беру бағдарламасы осы 2024 жылы жазылған еді. Сол бойынша сіздерге кішкене бір мақсатын, міндеттерін, сол не екенін соның барлығын сіздерге түсіндіріп айтып кетейік дегеніміз бар. Бағдарламаның мақсаты 9 сынып оқушыларының бейінді оқытуға даярлығын зерделеуде жеке қасиеттерін диагностикалап, кәсіби құзыреттілігінің деңгейін анықтау, зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, тұлға ретінде өрістенуіне көмектесу. Осындай бағдарлама. Ал енді келесі міндеттері оқушылардың бойында ішкі психологиялық, әлеуметтік естіп тұр ма? Мәнділікті реттейтін қызмет түрлерін тәрбиелеу. Білім алушыларға ақпараттық қоғамның жылдам дамуында олардың табысты әлеуметтенуіне психологиялық тұрғыдан жәрдем көрсету. Білім алушы тұлғасын психологиялық педагогикалық зерттеудің негізінде әрбір білім алушыға жеке тұрғыдан ықпал ету. Психологиялық диагностиканы жүргізу және білім алушылардың шығармашылық әлеуметін дамыту. Психологиялық қиыншылықтар мен білім алушылардың проблемаларын шешу бойынша психологиялық түзету жұмыстарын жүзеге асыру. Мамандық таңдауда жауапкершілікті қалыптастыру. Оқушының мамандық таңдауға психологиялық дайындығы мен қиындықтан шығу шеберлігін шыңдау. Айту осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, әріптестер. Күндеріңізге сәттілік. Бүгін міне біз өзіміздің іс тәжірибемізді тарату мақсатында осындай іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Жалпы біздің мақсатымыз, менің негізгі авторлық бағдарламамның тақырыбы сынып оқушылары арасындағы жағымды психологиялық климат қалыптастыру. Микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздаршы, жаңғырып жатыр. Жалпы авторлық бағдарламаның тақырыбы
Жалпы авторлық бағдарламаның тақырыбы сынып оқушылары арасындағы жағымды психологиялық климатты қалыптастыру деп аталады. Авторлық бағдарлама қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығымен 2024 жылдың 15 шілдесінде сараптамалық кеңестің шешімінің негізінде 5-ші хаттамамен бекітілген болады. Жалпы 2024-2025 оқу жылынан бастап Алматы қаласы бойынша 3 мектепте қолданыста. Ол ең бірінші өзіміздің осы Ғабит Мүсірепов атындағы 86-шы мектеп гимназиясы және Ыбырай Алтынсарин атындағы 159-шы гимназия, сосын Жамбыл Жабаев атындағы 161-ші лицейде қолданыста. Жалпы бұл бағдарламаны құрудың негізгі қандай ойдан туындады дейтін болсаңыздар, қазіргі кездегі жасөспірімдер арасындағы әлеуметтік желіге деген тәуелділік қазіргі таңдағы қоғамдағы басты дерттің біреуі болып саналады, иә. Енді осы оқушылардың көбісі әлеуметтік желіде отырғаннан кейін көбінесе осы кезде жаңағы оқушылардың қызығушылығына байланысты кейбірді ойындарға деген тәуелділіктің арқасында бізде жаңағы оқушылардың арасында оқшаулану пайда бола бастайды, иә. Кейбір оқушыларымыз бар, әлеуметтік желіде өз пікірін ашық айта алады, бірақ нақты қарым-қатынасқа келгенде сыныптастарымен, тіпті өзінің ата-анасымен де жаңағы тіл табыса алмайды. Сондықтан біз осы бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың әлеуметтік ортада өзін жайлы, қауіпсіз сезінуін қамтамасыз ету, отбасылық, қоғамдық және ұжымдық қарым-қатынас мәдениетіне бейімделуіне қолдау көрсете отырып, коммуникативтік дағдыларын дамыту. Оқу процесінде өзара түсіністік пен қолдауды нығайту және оқушылардың мінез құлқындағы ішкі кедергілерді, мысалы оқушының бойындағы сенімсіздік, ұяңдық, тұйықтық, қорқыныш сияқты көріністерін жеңуге үйрету болып табылады. Жалпы бағдарламаның міндеті оқушылар арасында достық, сенімді қарым-қатынас орнату, сыныпаралық ынтымақтастық және өзара түсіністікті қалыптастыру, оқушыларға эмпатия, эмоцияларды басқару, сындарлы қарым-қатынас және жанжалдарды шешу, буллингті болдырмау, әлеуметтік және эмоционалды дағдыларды үйрету. Оқушылардың болашақ кәсіби тәжірибесінде ұжымдық жұмыс пен ынтымақтастық дағдыларын дамыту, жанжалдарды шешу және жағымсыз мінез құлықтың алдын алу стратегияларын үйрету. Сонымен қатар, қазіргі біздің қоғамның басты дертінің біреуі деп айтсақ болады, ол буллингтік жағдайды болдырмау. Жалпы бағдарламаның өзектігі бұл жасөспірімдер арасындағы оқшаулану, буллингтің құрбаны болу жағдайларын болдырмау. Бұл жердегі бірінші көріністің біреуі бұл мінез құлқы, жағымсыз мінез құлықпен мектептегі буллингтің күш көрсету, бопсалау, сынып ішілік жанжалдар сияқты заңға қайшы әрекеттердің алдын алу. Даралық ерекшелігі түсініспеушіліктер, топқа енгісі келмейтін оқшаулану жағдайларды болдырмау. Сынып жасөспірімдер үшін олардың жеке басы қалыптасатын маңызды әлеуметтік орта болып табылады. Осы жағдайда оқушылардың өзін-өзі бағалауы, өзіне деген сенімділікті арттыруда әлеуметтік ортаның қолдауы, достық сезімі және жағымды психологиялық климат құрудың маңыздылығы. Жалпы бағдарламаның 4 кезеңі бар. Бұнда бізде даярлық және диагностикалық кезек. Бірінші бөлім бұл менің сыныбым, жүктемесі 9 сағат, материалды даярлау, жұмыс жоспарын құру, сынып жетекшілермен, оқушылармен әңгіме жүргізу. Екінші ақпараттық кезең жағымды қарым-қатынас құра білейік, кешіре білу, түсіністік дағдылары және өзара қарым-қатынастағы құндылықтар туралы оқушыларды ақпараттандыру. Практикалық жаттығулар кезеңі, бұл жерде эмоцияны басқару дағдылары, оқушыларды өз іс-әрекеттерін басқару арқылы кикілжің, дау-жанжалдарды бейбіт келісіммен шешу дағдыларын игерту. Түзету дамыту кезеңі, бұл жерде достық еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық, оқушыларды достыққа, ынтымақтастыққа, ұжымшылдыққа баулу болып табылады. Жалпы бағдарламаның ерекшелігі бұл жасөспірімдік кезеңнің қиындықтары. Осы кезеңде оқушылардың бойында физикалық және эмоционалдық аспектілер дамиды. Бұл олардың негізгі ортасы сыныптағы қарым-қатынасына әсер етеді. Дәл осы кезде оқушыларда психологиялық қолдау маңыздылығын ескере отырып, бағдарламаға ағарту, дамыту, тренинг жаттығулар және практикалық тапсырмалар енгізілді. Бұл жердегі ерекшелігі әлеуметтік өзара әрекеттесу, бәсекелестікпен салыстыру, тәуелсіздік сезімінің артуы, физикалық өзгерістер, өзін-өзі тануға қызығушылық, сыни көзқарасты қалыптастыру, стресс, мазасыздықты төмендету. Сонымен қатар күтілетін нәтиже, курс соңында сынып ұжымында әлеуметтік ортадағы қарым-қатынастың эмоциялық күш-қуат пен әлеуметтік психологиялық жағымды ортаны құрудағы тұлғалық ерекшеліктердің маңыздылығы.
сыныптағы өзара қолдау атмосферасының құндылығы туралы пікірлерді қалыптасады. Оқушылардың бір-бірімен сенімділігі артып, коммуникативтік дағдылар дамиды. Оқушылар арасындағы ынтымақтастықты арттырып, өзара үйлесімді қарым-қатынас құруды үйренеді. Өзара қарым-қатынастағы түспеушілікті шешуді және әртүрлі тұлғалармен қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгереді. Қолдау мен түсіністікке негізделген психологиялық климат оқушылар арасындағы стресс пен алаңдаушылықты азайтуға көмектеседі. Оқушылар арасында оқшаулану және буллингтің алдын алуға көмектеседі. Жалпы оқытудың сәттілігі бұл сенімді қарым-қатынас құру, эмоционалды әл-ауқат, стрессті азайту, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыру, агрессивті мінез-құлық проблемаларының алдын алу және болашақ жаңағы қарым-қатынасқа дайындық. Жалпы осы біздің бағдарлама, мына жерде QR берілген, осы QR-дың ішінде алып, жалпы бағдарламаның толық нұсқасын, жаңағы ол жерде берілген диагностикалық, ағарту және ойын түрлері, бізде бұл жерде қарым-қатынасты дамытуда негізгі көбінесе бізде рөлдік ойындар бізге пайдасын көп тигізеді. Жалпы енді бұл бағдарламаның берері бізге қазіргі кезде мен өзім осы мектепте 7-8 сыныптардың арасында жүзеге асырып жатырмын. Бұл ең біріншіден жаңағы сыныптағы оқшауланған тұйық балаларды жақынырақ тануға, солардың ерекшелігіне байланысты қарым-қатынас жасауға бізге көмегін тигізіп жатыр. Енді сіздер білесіздер, жалпы бала психологиясы деген өте қатал деп айтамыз. Детская психология самая жестокая дейді ғой. Бұл жерде мысалы балаларымыздың көбінесе біздің балалар қарым-қатынас жасаған кезде өздерінің басқа адамдарға қалай әсер ететінін, өздерінің қарым-қатынасын қалай әсер ететініне көбінесе баға бере бермейді. Сол уақытта біз мысалы әр адамның құндылығын сезінуге, қарым-қатынастың құндылығын жан-жақты бізге беретін, мына жаңа біздің алғашқы тақырыппен байланыстырып кететін болсақ, жалпы адамның қоғамда өзара әрекеттесу дағдыларының дамуы, ол адамның өмірде жаңағы жетістікке жетуіне, қарым-қатынасты дұрыс орната білуі адамның өмірде жетістікке жетуіне көп пайдасын тигізеді. Менің өзімнің авторлық бағдарламамыз бойынша бөліскім келетін ақпарат осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Болдыңыздар ма? Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болып жатса, айтатын мүмкін біреулердің тілектері бар шығар, сондай ешқандай не жоқ та, басқа біреулер тағы да айтылар келе ме, сондай нәрсе жоқ па? Онда осымен енді біздің семинарымыз аяқталды деп есептейік. Сіздерге барлықтарыңызға көп рахмет. Жұмыстарыңыз табысты болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын. Енді біздің мына семинарымыздан енді көп нәрсе үйреніп, көп нәрсе алды ғой деп енді ойлаймыз. Егер де сіздерге мына материалдардың барлығы керек болған жағдайда, сіздерге бөлісеміз, электрондық түрде, қағаз түрінде кімге керек, барлығын жіберетін боламыз. Көп рахмет, аман болыңыздар. Шалхан Тілеубердіевна, сіздің айтатыныңыз жоқ бар ма? Мен тек қана рахмет айтқым келіп отыр. Осы мына демалыс уақытында уақыттарыңызды бөліп, осы бір-бірімізді қолдап жатқандарыңызға, сіздердің бізді қолдағандарыңызға рахмет. Бәріңізге сәттілік деймін. Жақсы, рахмет, сәттілік, сау болыңыздар. Рахмет, әріптестер, сәттілік серіктеріңіз болсын. Рахмет. Рахмет барлықтарыңызға.